Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, сіздермен Сымбат Самат. Бүгін сіздерге кезекті ТЖБ талдауын ұсынамын. Ағылшын тіл пәнінен 7-ші сыныптың 3-ші тоқсандағы ТЖБ-сі. ТЖБ әдеттегідей 4 бөлімнен тұрады: listening, reading, writing және speaking. Бірінші бізде listening. Listen to the recording twice and answer the questions. Write no more than 3 words or a number. Яғни біз listeningді тыңдап аудионы, төмендегі тапсырманы орындауымыз керек, яғни сұраққа жауап беру керек. 3 сөзден артық болмау керек жауабымыз, немесе цифр болу керек. Аудиода бізге Гарри Поттердің авторы Джоан Роулинг туралы ақпарат берілген. Бірінші сұраққа көшейік. What did Rowling study at university? Дұрыс жауабы French and the classics. Роулинг университетте не оқыды, қандай пәндер немесе? Французский және классикалық әдебиетті оқыған. Келесі екінші сұрақ. What was her life when she was married? Дұрыс жауабы poor. Яғни тұрмысқа шыққан кезде оның жағдайы, өмірі қандай болған? Ол өте кедей болған. Үшінші сұрақ. What town did Rowling prepare the first Harry Potter book? Яғни Гарри Поттердің бірінші кітабын қай қалада дайындаған? Эдинбург, яғни Шотландияның Эдинбург қаласында. Келесі төртінші сұрақ. How many publishers did she offer her book to? Өзінің кітабын қанша баспаға ұсынған? Дұрыс жауабы 12. Келесі бесінші сұрақ. What was the name of the publisher's daughter? Басып шығарушының қызының есімі кім болды? Дұрыс жауабы Элис. Бұл жерде қараңыз, Джоан Роулинг өзінің жазған кітабын жоғарыда айтып өттім, 12 баспаға ұсынады деп, бірақ ешқайсысы қабылдамай қояды да. Осы мына Элис деген қыз оқып ұнатып қалып, бұл кішкентай қыз ғой, сол әкесіне басып шығаруға өтініш жасайды, себебі қызына қатты ұнаған кітап болғандықтан ғана қабылдайды ол әкесі басып шығаруға. Және 6-шы сұрақ. How many books were written later? Кейінірек қанша кітап жазып шықты? 6. Осымен бірінші бөлім listening аяқталды. Келесі бізде екінші бөлім reading. Task. Read the text carefully and answer the questions. Мәтінді мұқият оқып, сұрақтарға жауап беріңіз дейді. Hurricanes, яғни ураган, дауыл деген тақырыпта бізге мәтін берілген. Мәтінді оқып аудармай-ақ қояйын. Қазір бірден тапсырмаларды орындап кірісемін, және тапсырмаларды орындау барысында мәтіннің қай бөлігінде орналасқанын, қай бөлімнен алынғанын, сұрақтың жауабы қай жерде орналасқанын көрсететін боламын. Ендеше бірінші сұраққа назар аударыңыздар. Choose the correct answer деп тұр, яғни дұрыс жауабын таңдау керек. According to the author, the waves to form a hurricane should be, С жауабы дұрыс, up to 75 or higher. Яғни автор не сұрап тұр? Дауыл болу үшін, ураган болу үшін толқынның жылдамдығы қанша болу керек деп сұрапты. Дұрыс жауабы, яғни 75 км/сағаттан жоғары болу керек. Келесі сұраққа көшейік. According to the author, how fast does a tropical storm need to be moving in order to receive a name? Дұрыс жауабы B, over 39. Яғни жылдамдығы 39 км/сағаттан жоғары толқындарға ғана ат беріледі екен. Келесі сұрақ. Where does the author write this information? The question above. Дұрыс жауабы A, second paragraph. Яғни автор алдыңғы сұрақты қай абзацта айтқан деп сұрап тұр. Жауабы екінші абзац. Келесі тапсырма. Part 2. Find some inconsistencies in the statements. Mark the sentence yes, no, not given. Төменде берілген 4 сөйлемге біз жоқ немесе мәтінде айтылмаған деген сияқты белгілер қоюымыз керек. Бұл сұрақтардың жауаптары жалпы мәтіннің контекстінде мағынасына қарай, жалпы мағынасынан, сол мәтіннің тақырыбынан шығады. Сондықтан дәл мына жерде деп айта алмаймын, көрсетіп бірден жауап беріп өтемін. Біріншісі, fishermen all over the world know when hurricanes start. Әлем бойынша барлық балықшылар ураганның, дауылдың қашан басталатынын біледі дейді. Жауабы not given. Мәтінде онда ешнәрсе айтылмаған. Келесі, hurricanes usually start in the steppe. Ураган, дауылдар әдетте жазық далада басталады дейді. Жауабы no. Себебі біз білеміз, ураган, дауылдар олар көбіне мұхит жағалауында болады. Келесі, the best place to hide from hurricane is indoors. Дауылдан қорғанудың ең жақсы жолы ол ішке, яғни ғимараттың ішіне кіру. Жауабы yes. Келесі сұрақ. Humans' names are not given to the hurricanes. Дауылдарға адамның аты берілмеген дейді. Жауабы no. Себебі қыздың атымен аталатын дауылдар өте көп. Келесі writing бөліміне ауысайық. Тапсырмасы. Look at the films below. Choose one of them to write a review about. Use linking words and the connectors in sentence to make some coherent paragraphs. You can use prompts for your answer. Яғни, төменде берілген фильмдерді біреуін таңдап, сол таңдаған фильм бойынша шолу жасауымыз керек. Бұл жерде бізге барлығымызға танымал, таныс 4 фильм ұсынылған. The Avengers біріншісі, Мстители, The Lion King, Король Лев,
The Ice Age, ледниковый период, The Hunger Games, голодные игры. Және әрқайсысының қасында біздерге подсказка ретінде біраз мәлімет беріп қойған. Қазір мен сіздерге оқып шығайын. The Avengers, Мстители, is a 2012 American superhero film based on the Marvel Comics superhero team of the same name produced by Marvel Studios. Яғни Мстители 2012 жылы шыққан Марвелдің фильмі, Marvel Studios компаниясының. Келесі, The Lion King is a 1994 American animated epic musical film produced by Walt Disney Feature Animation and released by Walt Disney Pictures. Король Лев 1994 жылы шыққан американдық анимациялық музыкалық фильм болып табылады. Walt Disney компаниясы, Walt Disney Pictures киностудиясы шығарған. Келесі, The Ice Age, ледниковый период, is a 2002 American computer animated comedy adventure film directed by Chris Wedge from a story by Michael Wilson. Яғни ледниковый период 2002 жылы шыққан американдық компьютерлік анимациялық комедия фильмі болып табылады. Режиссері Крис Ведж, ал оқиға желісін жазған Майкл Уилсон. Және соңғысы, The Hunger Games is a series of 3 adventure novels written by the American author Susan Collins. The series is set in the Hunger Games universe and follows young characters Katniss Everdeen and Peeta Mellark. Голодные игры ол 3 жаңағы приключенский дейміз ғой, приключение шығармасынан тұратын америкалық автор Сьюзан Коллинс жазып шығарған Hunger Games Universe компаниясы түсірген. Осыдан кейін қараңыз, мынандай бізге бос бланк берілген. Write the name, actors, genre, атын, актерлерінің жанрын жазу керек таңдаған фильмнің. Write about acting, music, color, animation, special effects. Яғни актерлардың актерлігі, музыка, түс, анимация, арнайы эффекттер туралы жазуымыз керек осы фильмдегі. Write why you like this film or do not like. Неге сен бұл фильмді ұнатасың немесе ұнатпайсың, соны жазуың керек. Write the reason why you recommend the film or not. Сен бұл фильмді басқа адамдарға рекомендация жасайсың ба? Егер жасайтын болсаң, неге? Жасамайсың ба? Егер жасамайтын болсаң, неге? Деген сұрақтарға себептерін тауып жазуымыз керек. Мен бұл жерде The Lion King, яғни Король Лев фильмін таңдап, өзім осындай талдау жасадым. Талдау өте ұзақ болып шықты. Енді өздеріңіз экранды тоқтатып, қарап, оқып, керек жерлерін жазып аласыздар деген ойдамын. Бұл енді жеке менің өз ойымша, өз пікірімше жазылған, маған ұнайтын фильм болғандықтан, сіздер басқа фильм таңдауларыңызға болады. Интернетте мысалы Google'дан фильмнің атын жазып, film review деп қосып жазсаңыз, сіздерге біраз мысалдар шығады, егер өз беттеріңізше жаза алмасаңдар. Writing енді осымен аяқталды. Келесі бізде speaking. Тапсырмасы, you will be given a card which asks you to retell a short story about a particular situation. You should include your ideas while telling it. You will be given 1 minute to prepare a talk and then 1 or 2 minutes to speak. Your classmates prepare the questions to ask you on the topic. Яғни бізде төменде 4 карта берілген, және әр картада белгілі бір жағдайлар сипатталған. Сен осы карталардың біреуін таңдап, сол жағдайға қатысты пересказ, яғни мазмұндап айтуың керек сол жағдайда, және оған өз ойыңды қосуың керек. Бірінші карта бізде Romanian Avalanche. In 2003, a British politics student named Ken Jones took a holiday from his studies and traveled to Romania, where he wanted to scale Moldovan Peak. He almost made it to the summit when the earth shook and a pair of avalanches dumped tons of snow on top of him, trapping him helpless on the mountain. He managed to walk 10 miles through the freezing cold over the next 3 days to a remote Transylvanian village, where a local doctor saved his leg and his life. Яғни 2003 жылы британдық Кен Джонс атты студент Румынияға саяхат жасайды. Ол жерде ол Молдова шыңына шыққысы келеді. Бірақ ол қардың астында қалып, сол жақта қиын жағдайға тап болады. 10 мильдей ол жаяу жүріп, Трансильвания ауылына жетеді. Сол жерде ол жергілікті дәрігер оның өмірін, аяғын құтқарып, яғни өмірін құтқарып қалады. Осы жағдайда сіз мазмұндап айтып бересіз, және өз ойыңызды қоссаңыз болады. Келесі екінші карта бізде Indonesian tsunami. The massive tsunami that was in Indonesia on the day after Christmas in 2004 still stands as one of the most devastating natural disasters in recorded history. In all of the chaos, as waves up to 100 feet high covered the Indian Ocean coastline, some interesting stories came to light. One story was about a small boy named Martunis who was washed away while playing soccer in Indonesia and spent the next 18 days floating in the ocean. He was finally rescued and taken to a hospital.
Бұл жерде Индонезиядағы 2004 жылғы цунами туралы айтылған. Бұл цунамидан кейін түрлі адам таңғаларлық оқиғалар орын алған. Мысалы, кішкентай бала Мартунис Индонезияда футбол ойнап жүрген жерінде осы цунами орын алып, оны су шайып әкеткен. Ол теңізде 18 күн бойы өткізген. 18 күннен кейін ғана ол табылып, құтқарылып, емханаға жеткізілген. Мен осы картаны таңдап, осы картаға қатысты бір қызықты мәліметтер тауып, қазір сіздерге ұсынғалы отырмын. Яғни Мартунис деген бала сол 18 күн теңізде қалып қойғаннан кейін өзінің қалпына келген, дәрігерлердің арқасында ол 21 күн бойы емханада жатқан, денесі қатты құрғап кеткен, тамақ ас ішпегендіктен, су ішпегендіктен қатты қиналған ол бала. Сол кішкентай бала табылып, өзінің қатты өмір сүргісі келген, өлгісі келмеген, себебі оның ата-анасын қатты уайымдайтынын айтқан кішкентай бала ғой, және футболист болуды армандағандықтан мен тірі қалғым келді дейді. Қазір ол Мартунис шынымен де футболист, үлкен әлемдік клубта ойнайтын футболист болып табылады. Және осы оқиғадан кейін әртүрлі халықаралық ұйымдар өзінің көмектерін ұсынған, біраз ақша бөлінген. Сол бөлінген ақшаға Мартунис жаңа футбол клубына алынып, оқытылып, қазіргі таңда міне сондай футболист болып шықты. Мен бұл берген ақпаратымның ағылшынша нұсқасы міне алдарыңызда экранда тұр, соны қарап алсаңыз, оқып алсаңыз болады. Ал мен сізге тек қазақша мазмұндамасын ғана айтып шықтым. Келесі бізде тағы 2 билет бар, Франкенштейн және 4-ші билет Lion King. Мен 3-ші билетті тастап кетейін деп тұрмын бұл жерде, және 4-ші билет. 4-ші билетке жауап ретінде сіз жаңа менің writing, яғни 3-ші бөлімде жазған үлкен эссемнен алсаңыз болады. Осымен кезекті талдауымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналға тіркеліп, видеоларыма лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда әлі талдаулар болады.